Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет творожный булочки әзірлейтін боламыз. Бір жасағаннан осындай жұмсақ болып шығады, ыстық кейінде тез желінеді және салмасына өз қалаларыңызша салсаңыздар болады. Менде какао салынған, осындай керемет болып шықты. Ішіне творог салсаңыздар да болады және немесе вареная сгущенка салсаңыздар да керемет болып шығатын булочки жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керекті заттарымыз: ірімшік, жылы сары майымыз, бір жұмыртқа, қант және қопсытқыш. Ең алдымен вилканың көмегімен сары майымыз бен ірімшігімізді жақсылап езіп аламыз. Одан соң қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып, қопсытқышымызды ұнымызға салып, араластырып, нан илейміз. Нанымыз дайын, нанымызды жақсылап жайып аламыз. Дайын болған нанымыздың үстіне қантымызды сеуіп, біркелкі қалдыртып, какаомызды ситадан өткізіп себеміз. Және бір шетінен жақсылап нығыздап ораймыз. Оралған нанымызды бөліктерге пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Пешіміздің ыдысына орналастырып, сыртына жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің булочкилеріміз дайын. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, шаймен ішсеңіздер болады. Баршаларыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.